айтады, бізден бұрынғы пайғамбарлар намаз оқымаған ба, тек біз ғана оқығанбыз ба деп. Мысалы Лұқман Хакимнің керемет сөзі бар. Біздің мынау осы уағыз айтып жүрген кісілерге де пайдасы тиеді. Біз ана адамдарға намаз оқымайсың ба, хайуансың деген сияқты сөздермен ауыр кетеміз ғой. Лұқман Хаким өзінің баласына намаз жайлы былай дейді: балам, қараңыз қалай айтып жатқан нәрсесінде қалай қызықтырады адам. Балам, мен саған бір керемет дос тауып берейін ба дейді. Мен сені қорғаймын жаныңда жүрген кезде, бірақ мен сенің жаныңда болмайтын уақыттар келеді. Мен сені қорғай алмайтын уақыттар келеді. Сол кезде сені қорғайтын бір дос тауып берейін ба дейді. Дос керек қой бәріне. Я әкесін тауып бер деген кезінде сен намазбен дос бол дейді. Сен намазға берік болсаң, ол сені өлгеніңше қорғайды дейді, жаныңда. Сен оған берік болсаң, ол сені әрдайым қорғап тұрады дейді.